болмайды жаныңызда? Ана Айлар Адил қызы туылғандай ойбай аспанға секірген жоқпын ба мен, ойбай Адиям туылды деп. Мен бірінші айтқам оларға қыз болады деп, аспай тұрып өзейді. Мен айтқам қыз дедім. Содан туылды да ойбай бармайын ба? Енді менікі әпкелік қызмет. Барып ойбай киім-пиімдерін, анасының көрімдігін, сол обещать еткен бір суммам бар еді, соны берейін әкесіне, қызды құшақтайын, бетінен сүйейін. Енді күшті ғой, қыз туылды. Содан мақұл. Оларда жоқ қой. Неге деген сұрақ туындамай ма сізде? Келіп тұр ғой маған, сосын туған күнімді құттықтауға. Мен салонда болғанда екеуі сүмірейіп, қолында бір мынандай торты бар. Келіп тұр, өзі жақсы көреміз сені дедім. Айттым, жақсы көрмей ақ қойыңдаршы дедім. Түрлеріңді көрмей ақ қойыңшы дедім мен. Спасибо, айналайындар дедім. Давайте дастархан бөліспей ақ қояйықшы дедім. Басқа мен сендерге тілейтінім жоқ дедім. Болды. Неге деп сұрамады ма? Біліп тұр ғой. Иттік жасап отқандарын. Мен туған күніме мен оларға қаншама отауларын бәрін істеген кезде, ойбай жүгір дегенде, қызмет қыл дегенде мен бәрін істеп бергем. А когда мен туған күніме келгенде, самые дешевые кроссы подарили мне. Я даже их не надела. Адиль, ай, извините. Мен гучи-пучиларымды өзі тұрайлы оларды. Это ужасно, это несправедливо так поступать. Если у вас нет денег, говорите, какие есть. И не надо вот этот блеф создавать вокруг себя. БМВ, там, что-то не надо. Денег нету, молчите, сидите на ровном жопе. Шет-шетінен бәрі жоқ болып кетіп жатыр ғой. Кетсін. Ойбай, ортаңыз тамаша еді ғой.